Сәлем баршаңызға. Шоколадты жақсы көретіндер үшін рахат бомбасы, яғни тортты қажет етпейтін, өте жұмсақ, сонымен қатар қамыры балғын, ең бастысы миксерсіз дайын болатын, қолжетімді, дәмі сондай керемет. Сіз де жасап көріңіз. Рецептім ұнаса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Ең алдымен бөлме температурасындағы тұрған жұмыртқамызға қантымызды және ванилинді қосып, жақсылап араластырамыз. Қантымыз толыққанды еріген соң бөлме температурасындағы қаймағымызды қосып алып, біркелкі болғанша араластырамыз. Кейін массамызға сұйық майымызды құйып, араластырып аламыз. Соңына массамызға електен өткен ұнымызды, какаоны және қопсытқышты қосып, барлығын біркелкі болғанша араластырып аламыз. Көріп тұрғаныңыздай массамыз қоймалжың болып шығады. Дайын массамызды диаметрі 22 сантиметрлік формаға орналастырып аламыз. Үстіне ерекше дәм беру үшін кез келген жидектен қоссаңыз болады. Мен ежевика қосып алдым. Пирогымызды қызып тұрған пеште 180 градуста 40-45 минут аралықта пісіріп аламыз. Осы аралықта глазурин дайындаймыз. Сары майымызға қара шоколадты қосып, водяной баняда ерітіп аламыз. Пирогымыз дайын болды. Формадан шығармай тұрып, толыққанды салқындатып аламыз. Салқындаған бойда ерітілген шоколадымызды үстінен құйып, біркелкі жайып аламыз. Кейін пирогымызды тоңазытқышқа 20 минут аралықта қойып аламыз. Уақыты жетіп, пирогымызды алған бойда үстінде глазури аздап қатая бастайды. Сол қатая бастаған соң қалауыңызша видеодағыдай етіп безендіріп алсаңыз да болады. Бұл пирогтың негізі қамыры болғандықтан үстіне глазурин қоспасаңыз да болады. Келесі отбасылық жиналысыңызда тәбет ретінде қызмет ететін дәмді пирог іздеп жүрсеңіз, ендеше дәл осы рецептпен дайындап көріңіз. Бұл шоколадты торт рецепті достары мен отбасымның үздік шоколадты пирогтарының бірі болып табылады. Пирог өте дымқыл және сол сияқты өте оңай. Көріп тұрғаныңыздай пирогымыз өте нәзік әрі балғын. Рецептім ұнаса маған қосылыңыз, бірге дайындайық. Каналға жазылыңыз, коммент қалдырыңыз, мен қуана жауап беремін. Ас болсын.